Здравствуйте, ребята, саламатсыздар ма, балалар? Мы продолжаем изучать раздел «В здоровом теле здоровый дух». Урок номер 52, 52-ші сабақ. Тема урока «Проверь себя». Сабағымыздың тақырыбы «Өзіңді тексер». Упражнение номер 1, бірінші тапсырма. Прочитай пословицы, яғни мақалдарды оқыңдар. Объясни их смысл. Ол не туралы айтылғандығы туралы түсіндіріңдер деп жатыр. Двигайся больше, проживешь дольше. Адам қанша көп қимылдаса, сонша ұзақ өмір сүреді екен. Упражнение номер 2, екінші тапсырма. Послушай стихотворение, о чем оно. Мына жаттауды тыңдаңдар және ол не туралы екендігін айтыңдар. Мы спортивная семья. Мама, папа, брат и я. Мама любит волейбол, папа любит баскетбол. Ну а мы со старшим братом часто ходим на футбол. Старший брат мой чемпион, им гордится весь район. Біз спортшы отбасымыз дейді. Әкем, анам, ағам және мен. Мамам дейді волейбол ойнағанды жақсы көреді дейді. Ал әкем баскетбол ойнағанды жақсы көреді дейді. Ал біз үлкен ағаммен бірге футболға барамыз дейді. Менің үлкен ағам футболдан чемпион дейді. Назови виды спорта, о которых ты узнал из стихотворения. Напиши их в тетради. Мына жерде спорт түрлерін айтып өтіңдер деп жатыр. Қандай спорт түрлерін айтып өтіңдер деп жатыр, Және назови членов семьи дейді. Яғни отбасы мүшелерін атап өтіңдер деп жатыр. Яғни папа, мама, брат и я дейді. Что любит мама? Мама нені жақсы көреді? Мама любит волейбол. Мамам волейбол ойнаған жақсы көреді деп жатыр. Что любит папа? Папа нені жақсы көреді? Папа баскетбол ойнағанды жақсы көреді деп жатыр. Почему весь район гордится моим братом? Не үшін бүкіл аудан менің ағаммен мақтанады? Потому что мой старший брат чемпион. Өйткені менің үлкен ағам ол чемпион, жеңімпаз, Виды спорта, яғни спорт түрлері, волейбол, баскетбол және футбол. Упражнение номер 3, үшінші тапсырма. Назови лишнее слово. Объясни, почему оно лишнее. Яғни мына жердегі артық сөздерді алып тастаңдар деп жатыр. В первом строке сыр, молоко, йогурт, яблоки. Бұл жерде бізде артық лишнее слово. Яблоки, яғни бұл бізде не? Фрукт. Екінші қатарда помидоры, огурцы, груши, морковь. Бұл жердегі лишнее слово, яғни артық сөз груши. Келесі үшінші. Рыба, каша, лимонад, айран. Лишнее слово лимонад, яғни бізде бұл лимонад қандай сусын? Газированный напиток. Упражнение номер 4, төртінші тапсырма. Вставь пропущенные слова. На какой вопрос они отвечают? Көп нүктенің орнына сөздерді қою керек. Вернулась, яғни слова подсказки, көмекші сөздер. Вернулась, вымыла, налила, поставила. Асель вернулась из школы. Асель қайдан келді? Мектептен келді. Она вымыла руки с мылом и пошла обедать. Ол қолын сабымен жуып, түскі ас ішуге кетті. Асель налила суп в тарелку и поставила ее на стол. Асель не істеді? Супты сорпасын тарелкаға құйып, оны столға қойды дейді. Потом налила молоко из пакета в стакан. Сосын пакетте тұрған сүттен стаканға құйып алды дейді. Слова отвечает на вопрос, что сделала. Яғни не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Мына сөздердің барлығы. Что сделала? Вернулась. Что сделала? Вымыла. Что сделала? Налила. Что сделала? Поставила. Выпиши из текста предлоги со словами. Яғни көмекші сөздерді жазып алыңдар деп жатыр. Предлоги со словами из школы, с мылом, в тарелку, на стол, из пакета, в стакан. Упражнение номер 5, бесінші тапсырма. Прочитай предложение, вставь нужные слова действия. Сөйлемді оқимыз және керекті сөздерді қоямыз. Санат и Айбек что делают? Играют в футбол.
Санат и Айбек что делали? Играли в футбол. Санат и Айбек что будет делать? Будут играть в футбол. Яғни балалар, біздерде настоящее время, прошедшее время, будущее время деген бар, иә, уақыттар, иә, осы шақ, келер шақ, өткен шақ деген. Сол сияқты Санат и Айбек что делают? Бізде бұл настоящее время. Яғни бізде их что делают? Играют. Яғни осы шақ болып тұр. Санат и Айбек что делали? Яғни Санат пен Айбек не істеді? Играли в футбол. Что делали? Не істеді? Играли в футбол. Бұлар бізде уже өткен шақ, иә? Ал енді прошедшее время. Санат и Айбек что будут делать? Яғни Санат пен Айбек не істейтін болады? Санат и Айбек будут играть в футбол. Яғни Санат пен Айбек футбол ойнайтын болады. Яғни бұлардың барлығы бізде бірінші сөйлем бізде настоящее время, екінші сөйлем прошедшее время, үшінші сөйлем будущее время. Упражнение номер 6. Алтыншы тапсырма. Ставь слова пропущенные буквы. Напиши в тетради. Мына жерлерге біз қалып кеткен әріптерді қоюымыз керек. Пища, так, ежик, чаша, малыши, шибка, чудо. Упражнение номер 7. Жетінші тапсырма. Прочитай, что едят Санат и Адель на завтрак. Санат пен Адель таңғы асқа не ішеді? Завтрак друзей, достардың таңғы асы. Санат есть на завтрак рисовую кашу. Санат таңғы асқа күріш ботқасын жейді. Пьет сладкий чай с молоком. Және сүт қосылған тәтті шай ішеді. Адель есть на завтрак вкусные бауырсаки. Адель болса таңғы асқа өте дәмді бауырсақтар жейді. Пьет ягодный компот. Және жеміс-жидектерден жасалған компот ішеді. Кто Санат? Санат что делает? Есть. Что? Рисовую кашу. Какую кашу? Рисовую кашу. Так, чай какой? Чай сладкий. Так, бауырсаки какие? Бауырсаки вкусные. Компот какой? Компот ягодный. Упражнение номер 8. Сегізінші тапсырма. Измени слова так, чтобы они обозначали много предметов. Напиши в тетради. Яғни біз балдар бізде білесіңдер, единственное число деген бар, және множественное число деген бар. Сондықтан да біз егер груша болса бізде қандай? Что груша? Единственное число, яғни бұл бір ғана затқа груша деп айтамыз. Ал егер мына жерде көп груша тұрса, оны не дейміз екенбіз? Груши дейді екенбіз. Біреу болса груша, ал көп болса груши дейді екенбіз множественное числода. Екіншісі яблоко, ол единственное числода яблоко болады, ал көп алмалар тұратын болса яблоки болады. Так, помидор. Помидор болса бізде помидор бізде единственное числода, ол яғни жекеше түрінде, ал көпше түрінде қандай болып өзгеріп кетеді? Помидоры. Так, бауырсак. Бауырсак бізде бұл единственное числода, ал во множественном числода бауырсаки болып кетеді. Арбуз, егер единственное числода болатын болса, арбуз болады, ал во множественном числе көпше түрде арбузы болып кетеді. Сосын конфет. Единственное числода конфет, ал во множественном числода не болады? Конфеты болады. Упражнение номер 9. 9-шы тапсырма. Найди в предложении ошибку. Сөйлемнің ішінен қатесін тап деп жатыр. На столе лежали фрукты, груши, яблоки, помидоры, конфеты. Яғни бізде бұл жерде не? Қате сөзді тап деп жатыр. На столе лежали фрукты. Яғни фрукты дегеніміз не балалар бізде? Жемістер, иә? Яғни
столдың үстінде жемістер тұрды, яғни мынау бізде груши тоже жемістер, яблоки жемістер, ал помидоры уже бізде ол көкөністер, ал конфеты тоже сладкие. Сондықтан да на столе лежали фрукты, груши и яблоки.